Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен орама нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл орама нанды әр адам әртүрлі айтады. Жуа нан деп немесе пәтір нан деп те айтып жатады. Сіздерге міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Табамызға сүтімізді құйып аламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек және тұзымызды саламыз. Біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және де осының үстіне ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Нанымыз өте жұмсақ болуы қажет. Ұнның көмегімен нанымызды осылай 10-15 минуттай илеген дұрыс. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минут демалтамыз. Табамызға майымызды құйып, жуамыз, турап осылай қуырамыз. Үстіне тұзымызды және аздап қара бұрыш қосуға болады. Жақсылап қуырып алғаннан кейін міндетті түрде жуамызды суытып қоямыз. Сары майымызды ертіп аламыз және оның үстіне сұйық майды құйып араластырамыз. Қамырымызды алып 1/8 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды ұнның көмегімен жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Барлық нанымызды да жұп-жұқа қылып бәрін бірдей көлемде жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін бір-бірлеп осылай үстіне жаңа дайындап қойған майымызды жағамыз және келесі қамырымызды салып, оның үстіне жуамызды саламыз. Дәл осылай кезекпен кезек майымызды және жуамызды салып, нанымызды қойып, барлығын 1/8 қамырды да жайып шығамыз. Барлығын жайып болғаннан кейін шеттерін жабыстырып қоямыз, ашық кетпес үшін, және видеодағыдай ораймыз. Пергаменттің үстіне қамырымызды қойып, оның үстіне қолмен қамырымызды жайып шығамыз. Болмаса оқтаумен де жаюға болады. Және осының үстіне бір жұмыртқаны жарып, шанышқының көмегімен осылай видеодағыдай ізін қалдырып, нанның бетіне жаюымыз қажет. Біздің орама нанымыз пісті. Өте жұмсақ әрі дәмді орама нанды сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.